Атыраулық сарбаз Бекбол Мираштың өліміне қатысты жаңа деректер шықты. Бекбол қайтыс болардан 2 сағат бұрын анасымен телефон арқылы тілдескен. Жамбыл облысындағы шекара заставасында әскери борышын өтеп жүріп өз-өзіне қол салды деген сарбазға қатысты жаңа деректер шыққандығын Астана телеарнасы хабарлайды. Туғандарының айтуынша, ол қайтыс болардан бірер күн бұрын туыстары мен достарынан жанұшыра қомақты ақша сұрап хабарласқан. Демек, суицид жасауына әскерилер тарапынан қысым болған деп топшылайды. Қара жамылған отбасының айтуынша, бала кезінен көпшіл еті тірі ауыздықпен алысқан асауды бағындырып өскен Бекбол өмірге құштар жан болған. Қайтыс болардан 2 сағат бұрын анасымен телефон арқылы тілдескен. Ұлының даусындағы өзгерісті байқаған, себебін сұрағанда ұйқыдан тұрып жатырмын деп қысқа қайырыпты. Ақша сұратуына қарағанда ар жағында қысымшылық болған. 17-сінен бастап сұрапты. Содан кейін 19 күні осындай жағдай болғаны. Біреуден 20 мың, біреуден 30 мың сұраған керек болып жатыр. Срочно деп. Өзі пысық бала болатын, ортасының алды болды. Соған итермелеп отыр. Осының ашылуын тез талап етеміз, дейді марқұмның ағасы Қожахметов Қанат. Олар тергеудің әділ өтіп өлімге итермелегендер жазалануын талап етеді. Сарбаздың ақтық сапарға шығарып салуға келген әскерилер соңғы кезде қызымен ренжісіп жүрді. Өмірімен қош айтысуына сол себеп болуы мүмкін деген болатын. Қаралы жиында төбе көрсеткен сүйіктісі мұны елдің алдында жоққа шығарып, өзіне жазған хатты оқып берді.